Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан кері байланыстың түрін көрсететін боламын. Каналға тіркеліп алып, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Ол үшін ең алдымен Google поискке немесе Яндекс поискке Ginzy деп жазамыз. Бірінші шыққан ginzy.com деген сайтқа кіреміз. Платформаны орындау үшін, қарау үшін Start Ginzy деген басуымыз қажет болады. Сіздерге бұл жұмысты жасау үшін Next деген батырманы басу қажет болады. Мен кіріп жұмыс жасағандықтан Next деген батырманы басып қойдым. Төменгі жақта, оң жақта болады. Енді бізге қазір тақта таңдау қажет. Ол үшін мына суреттің үстін басамыз, Add Media деген. Мына жерге біз ағылшын тілінде өзімізге керекті планшет, дәптер, кітап, тақта деп жазуымыз керек болады. Ағылшын тілінде. Поиск деген басқанда бізге мұнда тақта, планшет барлығы шығып тұр. Осы жерден тақтаны таңдаймыз. Тақтаның үстін басамыз. Өлшемін барлығын үлкейтіп аламыз. Өлшемін мына төменнен үлкейтеміз. Енді мына жердегі қорапты басамыз, Tools деген. Осы жерден қазір сіздерге мен бағдаршамды көрсеткім келіп отыр. Одан бөлек көптеген мүмкіндіктері бар. Қазір біз бағдаршамды таңдаймыз. Бағдаршамды көлеміне қарай үлкейтіп, кішірейтіп аласыздар. Оқушы санына байланысты. Егер сіздер екі топқа бөлінетін болса, сыныбыңыз үлкенірек етіп қоюға болады. Егер 20-23 оқушы болса, осылай кішірейтіп қойып шығасыз. Жоғарыдағы 3 нүктені басып, дубликат деген батырманы басасыз. Барлық оқушыға осылай жеке-жеке дубликат жасап шығасыз. Мына жерде жасылдап тастайық. Басылып кетті. Дубликат етіп, барлық оқушыға осылай түгел бағдаршамды қойып шығамыз. Өздеріңіз қойып шығарсыздар оқушы санына қарай. Төменде текст деген батырманы басамыз, оқушының атын жазатын боламыз. Мысалы, Айдана. Осы жазуды ұстап тұрып, бағдаршамның үстіне апарып қоямыз. Қайтадан текст деген таңдаймыз. Оқушының аты жөнін жазып шығамыз. Бағдаршам үстіне осылай барлық оқушыларды қойып жазып шығатын боламыз. Енді әр оқушы бұл жерде бағдаршамды басып шығу қажет. Мысалы, жасыл түсті басса, яғни сабақты өте жақсы түсіндім, белсене қатыстым, және сары түс бар бізде, және қызыл түс бар, мүлдем түсінбедім, тапсырма орындамадым деген сияқты. Осылай оқушылар өздерін сабақты қорытындылап бағалауға болады. Енді біз бұл жерде сақтау үшін төмендегі 3 нүктені басамыз. Мына батырманы Save As дегенді басып, өзіміздің жұмысымызды сақтап аламыз. Яғни сіздер почта арқылы кірулеріңізге болады, немесе Google арқылы кірулеріңізге болады. Мен Google арқылы кіретін боламын. Өзімнің аккаунтымен осылай тіркеліп шығамыз. Міне, мен жаңағы Google аккаунтпен тіркелгеннен кейін менде автоматты түрде сақталды. Save As'ты басасыз. Міне, сабақ екіншісі копи деп жазылып тұр, жаңа, яғни екінші нұсқасы сабақ 2 деп қайтадан осы жұмысты сохранить етіп қояйын, мысал ретінде көрсету үшін. Енді қазір жұмысыңызды көру үшін My Lessons деген батырманы басасыз. Ginzy программасына кіріп, жаңағы төмендегі My Lessons'ты басқанда сізге жасаған жұмысыңыз шығатын болады. Міне бізде сабақ деп сақталып тұр. Жұмысыңызға басасыз. Яғни ашық сабақта немесе күнделікті сабақта осы жұмысты көрсету үшін
үстінен басасыз, немесе 3 нүктені басып open дейсіз. Сонда сізге жұмыс ашылатын болады. Мынаның барлығын өшіріп тастасаңыз болады. Келесі басқа сыныпқа жасау үшін осы жерде үстін басасыз да аты жөнін жазып шығасыз оқушының. Және қайтадан айтып өтейін, 3 нүктені басасыз да save as дейсіз, және сабақ copy деп тұр. Сіз мұнда сабақ қазақ тілі деп жазып қоясыз, өзіңіздің пәніңіз тақырыбыңызды жазып қоясыз, немесе есте сақтау үшін бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуларыңызға болады. Енді менде міне сабақ 13.02 деп тұр. Осы жерге кіріп жұмысыңызды қоса бересіз. Енді сіздерге тағы бір мүмкіндігін көрсеткім келіп отыр. Tools деген батырманы бассаңыздар, бұл жерде тағы да бірнеше мүмкіндік бар. Яғни сағат уақыт қоюға болады. Құм сағаттың үстін бассаңыз, міне мына кішкене үлкейтіп, төмендегі настройканы басасыз. Оқушыларға мысалы неше минут бересіз. Мысалы 5 минут беретін болсаңыз, осылай 5 деп таңдайсыз. Мұнда звук, яғни дыбыс таңдайсыз. Save, сохранить и былай қосасыз. Осы сіздің құм сағатыңыз ақырындап жүріп отырады уақытқа қарай. Келесі сыныпқа қолдану үшін тағы да мына батырманы басасыз. Басынан бастау үшін немесе. Бұл жерде де осылай мына батырманы басып, save as деп сохранить етіп аласыз. Мына жерде досканы өзгертуге болады. Мына жерден кіріп, ағылшын тілінде іздейсіз. Міне. Мысалы, дауысы қалай шығатынын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Уақыт аяқталса, мысалы мен 2 секундқа мысал ретінде қосып көрсетейін сіздерге. Міне осылай сіздерге қоңырау белгісі немесе жаңағы будильниктің звугы өзіңіз таңдап аласыз. Кез келген осылай қоя аласыз. Кеттік. Келесі мына қорапшаны тағы бассақ, бізде мұнда сағаттар тұр. Яғни таймер. Секунд, минут барлығын осында жаза аласыз. Настройканы басасыз, минутыңызды азайтасыз, қосасыз өзіңіздің пәніңізге, әсіресе бағалау жұмыстарын жазған кезде өте қажет. Мына жерде blue, red түсін таңдайсыз, мұнда звугын өзгертесіз. Сохранить. Міне осылай үлкейтесіз. Міне осылай кетті уақыт. Тақтаға қойып қоюға өте ыңғайлы. Дәл осындай сағат тағы төменде мұнда да бар. Өздеріңіз кіріп, қолдарыңыз бос кезде қарап көрулеріңізге болады. Мұнда топқа бөлуге болады. Мұнда уақыт, мұнда да уақыт, мұнда календар, мұнда топқа бөлу ойыны. Мына жерде оқушылардан жаңағы таңдау, бүгінгі тақырыпты кімнен бастаймыз деп, журнал бойынша деп жатамыз ғой. Осы жерде оқушыларды жаңағы кез келген оқушыны таңдап береді. Міне осындай платформаның бүгін сіздерге пайдасын айтып беріп отырмын. Егер видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазуларыңызға болады. Баршаңызға сәттілік.